Бізде екінші нұсқа. 10-шы жаратылыстану математика бағыты 3-ші 90-дық тжб. Бірінші есеп 4х-тің 3 дәрежесі қосылған 8х квадрат минус х көпшесін көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Көбейткіштерге жіктейміз. Ортақ бөлім біздегі бүкілінде х бар. Сонда х-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде қалған квадраттың үндеуді шығарамыз. Сонда x1 мен x2-нің мәнін анықтап алдық. Енді сонда көптің мүшеге жіктеген кезде мына жерде екеуін теңестіріп жаза саламыз. Бізде x1-дің мәнін апарамыз, x2-нің мәнін апарып қоямыз. Сонда біздегі көп мүшеге жіктеген кезде мына мәнге ие болады деген сөз. Өздеріңіз есептеп көрсеңіздер болады. Көбейтіндісінің барлығы толық жазылған. Мына жерде 80 шықты ғой, 80 енді нақтының түбір емес. Ол 16 көбейтілген 5-ке тең. Сонда 4 түбір асты 5 шығады. Нақтыдан шықпағандықтан осылай түбір асты бөлшек түрінде жазылды. Бізде екінші есеп функцияның шегін есептеңіз дейді. Бізде берілген бірінші функциямыз лимит x ұмтылғанда минус 2-ге. Сонда x минус 2 бөлшектің бөлімінде x квадрат минус 5x қосылған 6-ға біз 2-ні қойып есептейміз. 2-ні қойып есептейміз, мәндерін қоямыз. Сонда бізде алымы 0 шықты. Кез келген санды 0-ге бөлген кезде 0 шығады. Сонда бөлімін есептемей қоя салуға болады. Екінші есеп в лимит x ұмтылғанда жерге x квадрат минус 4 бөлшектің бөлімінде x азайтылған 3. Енді 7-нің орнына қоямыз. 7-ні x-ның орнына қоямыз. Сонда 7-нің квадраты азайтылған 4 бөлшектің бөлімінде түбір астында 7 азайтылған 3. Ол деген 4-ті береді. 4-тен бізде 2 шығады. Мұнан екеуінің 7-нің квадраты 49, 49-нан 4 азайды 45. 45-ті 2-ге бөлсек 22,15-ке тең. Үшіншісі лимит x ұмтылғанда 3-ге, x-тің 3 дәрежесі минус 8 бөлшектің бөлімінде x азайтылған 2. Сонда x-тің 3 дәрежесінің орнына біз 3-ті қоямыз. Сонда 3-тің 3 дәрежесі азайтылған 8. 3-тің 3 дәрежесі 27, 27-ден 8 азайтылған 19. Бөлшектің бөліміне 3 азайтылған 1, 19-ды 1-ге бөлсек 19-дың өзі шығады. Үшінші есепте y-тен 4 арк косинус 2х функциясының туындысын табыңдар дейді. Енді бұл жерде мына функцияның туындысын жаздық. Дұрыс па? 4 бізде коэффициент жақсаның сыртына шығарып жіберсек болады. Сонда арк косинус 2х-ның туындысы минус 1 бөлінген, турасында 1 азайтылған. Енді мына жерде коэффициентін жазамыз. Сонда коэффициентінің квадратына тең. Кейін бөлек арк косинустан бөлек 2х-тан тағы да туынды аламыз. Мына жерде туынды деген сөз. Сонда есептеген кезде бізде минус 2х-тің туындысы бізде 2х-тің туындысы x-тің туындысы 1-ге тең. 2-нікі сонда 2-нің өзі жазылады. Сонда мына жерде 2 шығады. 2-ні 4-ге көйтеміз. 8 болады. Бөлшектің мына жерде минусы бар. Сонда минус 8. Ал бөлшектің бөлімінде 1 азайтылған 2х-тің квадраты 4х квадраты. Сонда мәні осыған тең деген сөз. Төртінші есеп. Безу теоремасын қолдана отырып 3х-тің 4 дәрежесі қосылған 15х минус 11 көпшесін х қосылған 3-ге 2 мүшеге бөлгендегі қалдықты табыңдар. Сонда бізде мына функцияны мынаған бөлуіміз керек. Жекелеп бөлдік. Бірінші бізде қараңыздар. 3х-тің 4 дәрежесі шығу үшін 3х-тің 3 дәрежесіне көбейтеміз. Көбейткен кезде 3х-тің жеке-жеке көбейттік, сонда азайттық, есептедік, мән жекелеп түсіндіріп отырмай-ақ қояйын. Мына жерде жазылып тұр. Өздеріңіз жеке-жеке көбейтіп те қарасаңыздар, жеңіл сандар ғой. Сонда мәні шығады. Сонда біздегі қалдық 187 деген сөз. Бұл бізде қалдық санымыз. Бізде қалдықты табыңдар деп тұр ғой. Енді сонда біздегі мына функциямыз мына көбейткіштерге жіктеледі және 187 қалдығы бар деген сөз. Мына жердегі 187 жақшаның ішіне кірмейді, ол бөлек. Өйткені біздегі қалдық сан. Бесінші есеп. f от x минус 1 бөлінген 1 азайтылған x функциясының асимптотасын табыңыз дейді. Бұл жерде асимптоталар, мына жерде енді функцияда бізде горизонталь асимптота жоқ. Өйткені алымы 1-ге тең болып тұр. Сонда біз вертикаль асимптота ғана табамыз. Бөлшектің бөлімін тең емес 0-ге деп шығарамыз. Сонда мына жерде минус x тең емес минус 1-ге. X тең емес 1-ге, 2 минус плюсті береді. Сонда x тең емес 1-ге. X-тің мәні 1 деген сөз. Сонда 1 бізде вертикаль асимптота болады. Өйткені горизонталь асимптотаны табу үшін 1-ді 1 бөлінген x-ға бөлуіміз керек. Сонда бізде
горизонталь асимптота шығады. Ал мына функцияда горизонталь асимптота жоқ. Тек қана вертикаль асимптота ғана бар. Алтыншы есепте біздегі m нүктесі 3 пен -2 нүктесінде y-тен x-тің 3 дәрежесі минус 4x қосылған бір функциясының графигінен жүргізген жанаманың теңдеуін жазыңдар дейді. Енді бізде мынау x-тің мәні, мынау y-тің мәні екені белгілі. Бізде функциямыз берілген, жанаманың теңдеуі мына формуламен анықталады. Енді мына жерге біз x-тің орнына 3-ті қойып есептейміз. 3-ті қойып есептегенде 16 шықты. Квадраттап, көбейттік, қостық, сонда есептегенде 16-ға тең болды. Енді мына функцияның біз туындысын анықтаймыз. Туындысы 3x-тің туындысы минус 1-ді айтамыз ғой енді. Сонда дәрежеміз алдына түседі, сонда 3x-тің 2 дәрежесі болады. Ал 4x-тің туындысы бізде 4-ке тең. Ал санның туындысы 0-ге тең. Сонда 3x-тің квадраты минус 4-ке тең. Енді осы туындыны анықтаған кездеге де 3-ті қойып есептейміз. 3-ті қойып есептегенде 23 шықты. Енді жанаманың формуласына қоямыз. Сонда біздегі y нолевойымыз 16-ға тең болды. Қосылған y штрихіміз туынды, я? Мынадан туынды алған кезде бізде 23-ке тең болды. Мына жерде формулада x бар, азайтылған x нолевой. Сонда бізде жақшаны ашамыз. 16 қосылған 23x азайтылған 69 болады. 23-ті 3-ке көбейтсек минус 69. Сонда 23x 16-дан 69 азайтсақ 53-ке тең. Жанаманың теңдеуі y тең 23x минус 53 деген сөз. Жетінші есепте x-тің 5 дәрежесі қосылған x-тің 4 дәрежесі азайтылған 2-нің 2012 дәрежесі. Көбейтілген x-тің квадраты минус x қосылған 2-нің 2011 дәрежесі берілген. Осы өрнегінің жақшаларды ашқаннан кейінгі пайда болған көп мүшенің коэффициенттерінің қосындысын анықтаңыздар дейді. Енді мына жерде бізде үлкен сан берілген. Үлкен сан берілген кезде x тең 1 деп қарастырамыз. Өйткені бізде 1-ді есептеу оңай ғой. Кейін кез келген санның 1 дәрежесі де 1-ді береді. Сол үшін біз 1-ді қойып есептейміз. x-тің орнына сонда есептегенде бірінші жақшадан қарастыр. 1-дің 5 дәрежесі 1, 1 дәрежесі 4 дәрежесі 1. Сонда екеуін қосылғанда 1, азайтылғанда 2-нің 0-ді береді. Сонда 0-дің 2012 дәрежесі деген сөз. Мына жерде 1-дің 2 дәрежесі 1, 1-ден 1-ді азайтсақ бізде 0 береді. Сонда мына жерде 0-ды 2-ге қоссақ 2 болады. 2012 дәрежесі. Бізде кез келген санның 0 дәрежесі ол 0-ге тең. 1 дәрежесі, 5 дәрежесі, 10 дәрежесі, 100 дәрежесі барлығы 0-ге тең. Ал мына жерде 2-нің 2012 дәрежесін есептеп отырмаймыз. Өйткені кез келген санды 0-ге көбейткенде 0 болып кетеді. Сонда бізде жауабы 0-ге тең деген сөз. Енді кез келген сан ереже бар ғой, сол ереже бойынша. 8-ші есеп y тең 2 бөлінген x минус 6, кейін dy тең 0,025, x нолевойымыз 4-ке тең берілгені, я? X нолевой тең 4 берілген. Делта x-ті табуымыз керек. Сонда бізде қараңыздар, берілген жаздық. Мына функциядан біз туынды аламыз. Мына жердегі біз бөлшекті қарапайым бөлшексізге келтірдік. Сонда x азайтылған бөлшектің бөлімінде минус дәреже арқылы өтеді. Минус дәреже арқылы шығардық. Сонда есептегенде туындысы бізде минус 2 бөлінген x азайтылған 6-ның квадраты шығады. Туындысы. Енді осы туындыға мен 4-ті қоям. 4-ті қойған кезде минус 0,15 шықты. Енді делта x-ті тапқан кезде dy-ті, яғни туындыны тапқан кезде мәнін қойдық қой, соған бөлеміз. Бөлген кезде 0,025-ті минус 0,05-ке бөлеміз. Сонда минус 0,125-ке тең болады. Жауабы делта x-іміз минус 0,125.